Hey, барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен Милордбек арнасы. Достар, бүгін біз Free Fire ойын жалғастыратын боламыз. Және сол Free Fire ойыннан бүгін біз сіздерге қысқаша мәлімет айтамыз. Общем-да, Free Fire ойыны жабылайын деп жатыр. Неге жабылмақшы? Сол туралы бүгін біз айтатын боламыз. Достар, видео басталмастан бұрын лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп, комментарийға қалаған бір комментарийлерді жазып отырыңыздар. Достар, сосын видеоны аяғына шейін көруді ұсынамын, себебі видеоның аяғында сіздерге ең керекті мәлімет айтылатын болады Free Fire туралы. Достар, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп болсаңыздар, біз видеомызды бастаймыз. В общем, так, достар, мен сіздерге айтарым, в общем, Free Fire ойыны жабылатын болыпты. Достар, осы Free Fire ойыны 8 апрелде жабылатын болып шешіліпті. Достар, 8 апрелде жабылады. Оған шейін барлықтарыңыз дұрыс ойнап алыңыздар. Ойлаңыздар, қаншама ақша салдық. Мыналарда бір бізде видеомыздың бүкілін құртты. Достар, сіздерге айтайын дегенім, ойлаңыздар, қаншама ақша салдық біз Free Fire'ға. Ойлаңыздар, кемінде әркім 100 мыңнан 10 мыңға шейін салып жатыр. Достар, ал енді Free Fire жай ғана осы ойынды жауып тастамақшы. Достар, ВК страницаға олар былай жазып қойыпты. Мінекей фотода көріп отырғаныңыздай, олар бізден кешірім сұрап тұрып, комментарийға жазып қойыпты. Достар. В общем, так. Достар, айту бойынша, Free Fire ойын айту бойынша 8 апрелде жабылатын болып шешіліпті. Достар, өте өкінішті. Өте өкінішті ол. Ойлаңыздар, қаншама ақша салдық. Мінекей скриншотты көріп тұрсыздар, бізге Гарена битче жай ғана жазып қойыпты. Кешірім сұраймыз сіздерден, Free Fire ойыны жабылатын болды деп жай ғана жазып қойған, ал біз қаншама ақшамыз күйіп бостан-босқа кетті бұл ойынға. Ішім жамандай ашып отыр ендігі. Ойласаңыздаршы, ендігі бәленбай ақша салдық, келеді да, бізге келеді. Енді ВК страницаға жазып қойыпты. Free Fire ойыны жабылатын болды. Ренжімеңіздер. Мінекей сол суретті қайтадан көрсетейін, мінекей достар, сіздер үшін. Мінекей көріп отырғандарыңыздай жазып қойыпты мінекей. Осы суретте барлығы да анық көрінді. Астында комментарийлер енді Minecraft ойнаймыз ба деп жазып жатыр кәдімгідей. Мен де ойланып қалдым, тіпті Minecraft түсірем ба деп енді. Бірақ Minecraft'тың да басқа да ойындары бар, негізі Call of Duty де бар, негізі Mobile да бар. Соны да түсірем ба деп ішімде ойлап қоям. Бірақ Free Fire негізі жақсы еді бізде ойнағанға. Күшті ойын еді бұл. Жақсы ойын екені барлығы да белгілі, барлығы да жақсы көріп ойнайды. Активности мощный осы Free Fire ойынның. Достар, бұл мен айтпасам да белгілі нәрсе. Мені ішім жаман ашып отырғаны Free Fire ойыны жабылатыны. Free Fire ойын жабылса ендігі біз не істейміз? Білмеймін мен не істейтінімізді, әйтеуір бір нәрсе істейміз. Қандай видео түсірем, оның бүкілі әлі белгісіз. Мені ішім қатты ашып отырғаны қанша ақша кетті. Сондағы айтып тұрған сөзі Free Fire өздері байып алды, бізге келіп жай ғана жабыламыз деп айтып тұр. Ойлаңыздар, жабыламыз деп жай ғана айтып салды. Ал біз не десем болады екен. Мынау келмейді ғой енді бар ғой. Қаншама ақша күйді. Ақшаны қойшы, енді талай адам менен де көптен ұнатсам, мысалы менде кемінде 10 мың теңгем кетті. 10 мың деп жай ғана айтсам, бірақ 10 мыңда негізі көп. Кейбіреуінкі 100 мың, 200 мың, тіпті 500 мыңға шейін салған адамдар бар. Достар, ендігі достар, мына сурет тағы білет көрсетейін. Оқып үлгеріңіздер, ұстап қойып тұрып оқыңыздар. Ішім жаман ашып тұр, осыған бола. Өлейін, негізі келмейді ғой, Гарена жайдан жай келді, жаба салды. 8 апрелде жабамыз дейді еще. Ал бізге жапқан жақсы емес, жаман да емес. В общем, жапса жақсы, жаппаса жаман. В общем, екеуі де жаман. Ой, қорға мұнан. Хечет кетпейді оны. Желіне қашып кетті ойынға бар ғой, анан оқып отыр. Келмейді ғой, мұна бар ғой. Комментарийға жазып кетіңіздер Free Fire ойыны жабылғанға. Қандай сіздердің қазір ойда болып отырсыздар Free Fire ойыны жабылғанға. Мен жаман ойнап отырмын ғой. Жаман ойнап отырмын деген жаман ойдамын тіпті. Ойнағымды кеп тұрған жоқ бар ғой. Мына ойында. Мына бір WhatsApp'та бір жатпайды екен. Мынау да келмей қалды ғой.
Oyunға деген мүлдем жағынан жоқ менде бар ғой. Та достар, осы видеоны аяғына шейін көріңіздер. Мен сіздерге айтатын боламын. Тағы бір нәрсе Free Fire жайлы. Та достар, қандай ойлайсыздар сіздер? Қандай ойдасыздар қазір? Комментарий жазып кетіңіздер. Мына боттар енді ғана бастап еді, құдай-ау. Өшіретін болды Free Fire енді. Так. Достар, в общем так, сіздер алдандыңыздар. Сіздерді 1 апрель күлкі күнімен құттықтаймын, достар. Сіздер алдандыңыздар, барлығы да өтірік. Аренада бұны описаниеға әдейі өтірік қойған. Достар, кім сен қалды? Комментарийға жазып кетіңіздер. Барлығы да әзіл, барлығы да ойын. Ендігі мен өзімде ана описание оқыған кезде тіпті сеніп қала жаздады, мен тіпті бар ғой. Бірақ қалжың екенін түсіндім. Бүгін 1 апрель алдандыңыздар. Күлкі күні. Күлкі күні дейма, мінеки мынандай беріп қойды ғой, 7 күнге беріп қойды, өзі тіпті бар ғой. Достар, мана барлығы сурет бүкілі де өтірік, достар. Сіздер алдандыңыздар, осы мен екінші жерде айтамын. Қандай ойда болдыңыздар, соны комментария жазып кетіңіздер. Мен мысалы ана комментарияда оқып отырған кезде мүлдем басқа бір эмоцияда болдым ғой мен. Бірінші ақшаны ойладым мен бар осы кезде. Резко қанша ақша күйді деп ойладым. Сіздер ең бірінші нені ойладыңыздар? Ойынды ойладыңыздар ма? Әлде ақшаны ма? Соны комментарияға жазып кетіңіздер. Достар, бүгінгі видеоны лайк басып, арнага тіркеліп отырыңыздар. Мен өзімде комментарий оқыған кезде тіпті Гарен өзі сендіртіп тұрып жазады екен өзі ғой. Кәдімгі сіздерден кешірім сұраймыз. Мынау да бер. Шөне адыш өлтіріп жүрген болды. Мына бір WhatsApp-та жатпай қойды, және видеоны бүкіл шарқымызды. Ошында достар, сіздермен болған мен Лордбек арнасы. Достар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Бүгінгі пранк ұнайтын болса, комментарийға пранк жайлы жазып кетіңіздер, достар. Сау, саламатта болыңыздар.